Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оразаның 13-ші күніне арналған ас мәзірімізде осындай палау және қасына қосымша балғын, салат және каркадеден компот жасадық. Видеоның соңына дейін көріп, өз бағасын беріңіздер. Ең әуелі палау үшін пиязды ұсақтап турап аламыз. Мен әдетте барлық тағамдарға пиязды мол қосамын. Әсіресе палауға көп қоссаңыздар, соншалықты дәмді болып шығады. Келесі сәбізді ұзынша және сәл ірілеу етіп тураймыз. Бұл сәбіздің түсі менде сары, қарапайым сәбізден айырмашылығы болғанымен ешқандай дәмінде ерекшелігі жоқ. Не осылай ірілеу етіп турап аламыз. Жалпы палауға қанша килограмм күріш қоссаңыздар, сонша сәбіз қосасыздар. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып, әуелі жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін етті салмай тұрып осылай тұзды себелеп алсаңыздар, жан-жаға қатты май шашырамайтын болады. Мендегі сиырдың еті немесе қой етін пайдалансаңыз болады. Бұл алдын ала тұзды алып тілімделген ет. Етті жақсылап екі беті қызарғанша осылай қуырып алуымыз керек. Келесі пиязды қосып, қып-қызыл түс болғанша қуырамыз. Сонда сіздің күрішіңіздің де түсі жаңағы аппақ болып қалмай қызарып әдемі болып піседі. Яғни күріштің сарғайып пісуі осы пияздың қуырылуына байланысты. Міне мен осылай барынша қызартып қуырып аламын. Одан кейін сәбізді қосып, 1-2 минут шамасында тағы да майда жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай бір кесе толтырып су құямын. Қайнағаны күтеміз. Қайнап шыққан соң, егер сарымсақ болса, осында бір бас сарымсақ қосыңыздар. Енді онымен палау өте дәмді болады. Және дәмін көріп, дәміне қарай тұз себіңіздер. Және 1 сағат көлемінде қақпағын кішкене ашып, баяу отқа қалдырамыз. Осы кезде күрішімізді өлшеп аламыз. Мен жаңа 1 кесе су құйдым ғой. Тура солай 1 кесе күрішті дайындап аламын. Жалпы сіздер палауға қанша су құйсаңыздар, сонша күрішті алдын ала дайындап алып, тазалап, жуып қоясыздар. Енді жылы немесе ыстық суды құйып, үстіне 1 ас қасық тұзды салып, жаңадай 1 сағатқа бұнтта қалдырамыз. Енді уақыт өтті, суын төгіп, барынша төгіп тазалап аламыз. Мен әрдайым осылай ситоны пайдаланамын, жақсы суының бары артық түсу үшін. Неменде 1 сағаттай тұрды, су кішкене тартылған, бірақ артық су қоспаймыз. Осы кезде жаңа палауға арналған кептірілген мейіз қосып жібереміз. Оны қоспасаңыздар да болады, өз еркілеріңізде. Одан кейін оттың астын күшейтіп, күріштерімізді саламыз. Жан-жаға дейін салып, судың барлығын күріш өзінің бойына дейін сіңіріп алғанша қатты отта тұрады. Бет жағын астына қарай араластырып тұрыңыздар да, екі түрлі пісіп қалмау үшін. Не қараңыздар, су осылай толықтай тартылу керек. Енді жан-жағына күрішін жақсылап жинап, тау сияқты етіп үйеміз. Одан кейін 5-6 жерінен тесік істеп шығамыз. Түбіне қатты жабысып қалмау үшін да, жақсы пісу үшін жаңа сарымсағын бетіне қойып, толықтай қақпағын жауып 15 минутқа қалдырамыз. Менде 15 минут тұрды. Күрішіміз барлығы пісті. Міне етін бөлек алып, турап дайындап қоямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Күріш мен сәбізі бір-бірімен араласу керек. Асымызды дастарханға ұзатпай тұрып, жеңіл салат дайындап жіберейік. Әрдайым палау болған кезде әрбір үйде осы қызанақ пен қиярдан салат жасалынады деген ойдам. Біз осылай редисканы ұсақтап тұрап, қасына қосып жібереміз. Онымен де палау дәмді болып үйлеседі. Дәміне қарай аздап тұз қосамыз және араластырып жіберіңіз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар. Бұрында да шығарғанмын, алдағы уақытта да шығарамын. Сондықтан да қапы қалмау үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыз. Осымен біздің ауызашарға дайындаған ас мәзіріміз дайын. Мынау видеода көрсетіліп тұрған стакандағы компотты, яғни каркададан жасалған шырынды біз бұрында дайындағанбыз. Немесе білмесеңіз, төменде ссылкасын қалдырып қойдым.
ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.